Сәлем баршаңызға. Мен осы диссертациялық жұмысымда мультимедиалық технологиялар арқылы сабақтың тиімділігін арттыру үшін, жүйелік болу үшін онлайн сынып аштым өзім өткізген сыныпқа. Бұл платформа ClassDojo деп аталатын платформа. Бұл жерде ең бірінші беті осындай болады: мұғалімге, ата-анаға, оқушыға және мектеп директорына арналған түрлері бар. Мен мұғалім ретінде ашып, осы платформаны қолданған болатынмын. Алдын ала регистрация жасап қойғандықтан менде ашылып тұрады бәрі. Енді қазір ашып кіріп көрсететін боламын қалай болатынын. Ең алдымен бұл жерде сынып ашамыз және сыныптағы оқушылардың тізімін жүктеу арқылы барлығын жүктеп шығамыз. Мына жерде жүктеліп жатыр. Міне барлығы шығып тұр. Енді бұл жерде барлық оқушыға бірдей тапсырма беруге болады, болмаса топ-топ қылып бөліп жеке тапсырма беруге болады, болмаса жеке тапсырмаларды беруге болады. Және бұл жерде оқушылардың сабаққа қатысуын да белгілеп отыруға болады, және де сабаққа қатысқан оқушылардың балл беру арқылы кімге жақсы команда болған үшін немесе жақсы қатысқан үшін деген балдарды бөліп беруге де болады. Осы жағынан тиімді. Бұл тапсырмаларды жүктеу, қазір көрсететін бүкіл тапсырмалардың сілтемесін, болмаса сұрақтарды, видео сұрақтарды, аудиоларды барлығын осы жерге жүктеуге болады. Одан кейін бұл жерде сынып болып ойнауға арналған ойындар, түрлі ойындар бар. Мына жерде біреуін ашып көрсетейін. Настольная игра деген ашсаңыз, бүкіл сынып болып бірге жүріп ойнай алады. Осы жағынан тиімді болып табылады. Жалпы үй тапсырмасы үшін, кері байланыс үшін өте ыңғайлы бағдарлама, онлайн сынып және оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру үшін таптырмас платформа болып табылады.